Так, сонымен қазір мен экранды қосып жіберейін. Болды, қазір бастаймыз. Поделиться. Так, бастадық балалар. Қарауларыңызға болады мұнда. Қараймыз. Вот. Бірінші сұрақ. Көріп тұрсыздар ғой, иә? Тыңдап тұрсыздар ғой? Yeah, she was. Yeah. Так, бірінші сұрақ, the correct variant дейді. Yesterday, she something in London дейді. Значит, бұл бізде past simple'дағы сөйлем. Бұл бізде қай вариант болады? Was. She. She болады, дұрыс. Так, келесі. Екінші сұрақ, the correct collocationдар туралы. Do the test carefully, try not to make. Ешқандай андай абайлап істе, мұқияттап, чтобы бірдеңені қойма дейді. Make a mistake. Make mistakes. Дұрыс. Так, үшінші сұрақ. Collocation to make дейді. Make-ка біз қандай не қолдана аламыз? Collocationдарды білесіңдер ғой, дұрыс келе алатын не? Make shopping. Make the bed, make shopping, make your best, a phone call. А вариант па? Make shopping. Make shopping Make шығар. shopping болмайды. Do shopping болуға болады, немесе go shopping деп айтуға болады. Бірақ make shopping жасай алмаймыз сондай. Make your best деп айтылмайды. Make the bed болады, дұрыс вариант. Бірақ вот қараңдар, біліп алыңдар. Your best дегенде біз try your best деп айтамыз. Немесе do your best. Do немесе make келген кезде your best'та do болады. A phone call'да ол тоже дұрыс келмейді. Make the bed как-то дұрыс келіп тұр. Бірақ make a phone call звондап жіберу ол да келіп тұр. Make the best, может. Апай, sana жолдайын далам. Жауаптарын біліп Осы уақытым болған жоқ, анда мені жауаптарын білуге жарайтын жоқ. Сосын, the correct collocation. Make бірдеңе, you got the keys before you get out дейді. Шығудан алдын біліп ал, то что кілттенген екен. Make sure. Бұл дұрыс. Келесі бізде синоним. Rapidly. Бұл дегеніміз не? Rapidly деген? Баяу. Rapidly деген не екен? Rapidly дегеніміз біздікі тез дегені. Бұл бізде қайсы дұрыс келеді? Сәлематсың ба? Quickly. Gently дегеніміз қандай? Gently дегеніміз. Gently типа gentleman деген сөзден келген ғой. Типа сыпайы, дұрыс түрде, андай вежливый, polite'қа келеді gently деген. Slowly дегеніміз баяу, білесіңдер. Rarely дегеніміз өте сирек, редкий деген. Келесі. The correct first conditional. First conditional формуласы қандай еді? If plus present simple plus present simple. Да, біз оны фактта болған кезінде көбінесе айтамыз. Так, сонда қай вариант? Бұл келмейді. C, the festival, unless бұл да келмейді. D вариант, the festival fun run will go. Нет, бұл D да келмейді. The festival fun run would go ahead unless it was First raining. semester, present simple, future simple. Present future. Қазір қойды. The festival was fun run. Так, B вообще келмейді, өйткені past болып тұр. C да бізде go ahead. Festival fun run. Так, қара. D деп тұрсыңдар ма сендер? Мен D дептім, D дұрыс. The festival fun run would go. Так, бір келмейді, екі келмейді, үште. Үшпен мынаның разницасы. First conditionalдың шақтарының формуласы қандай еді? If, present simple, future simple. Present simple, future simple. Бірақ мында қара. The festival fun run will go болып тұр ғой. Так, unless it's raining. Fun go. Вот смотри, D-да кім? Ерасыл. Future тұр ғой.
Қалай ол D вариант дұрыс келеді? Дұрыс қой, future болады. Future, мұндағысын қараса сен present simple емес қой, бұл present continuous қой. Так, жарайды, келесі. Так, the correct modal verbs. I haven't decided yet, but I бірдеңе go to the gym. Бұл, значит, өзі шешкен жоқ, не уверен, значит, бізде have болмайды, және will болмайды. Сыра шығарып тастаймыз. Өйткені біз уверен болған кезде ғана willді қолданамыз. Need, маған керек деп тұр. Бұл жерде need туралы емес, типа, керектігі туралы емес бұл жерде. Бұл жерде күмәнданып тұр да. She or he is not sure. So that's why we had to choose the correct answer. Look at this. Смотрите, сонда қай вариант дұрыс келіп тұр бізде? D. D. Өйткені might'тың несі қандай переводы? Правильно. Might дегеніміз бұл не? Возможно дегені. Смотрите, I haven't decided yet. Мен шешім қабылдаған жоқпын. I might go to the gym. Значит, баруым да мүмкін, бармауым да мүмкін. Әлі шешкен жоқ. Сондықтан бізде қазір данный момент дұрыс вариант might болып тұр. Как думаете? Или need деп те ойлағандар бар ма? Так, қазір. Так, мен ойлаймын бұл might болады деп, өйткені бұл не болып тұрған жоқ. Түсініп тұрсыңдар ғой, не уверен болып тұр. Сол себепті might'ты таңдаймыз. Так, Раушан is a writer. Бірдеңе. Her brother is a famous pianist. Ойбай, пианист. Conjunction дегеніміз не еді? Шлау. Шлау сөйлемдер, шлау сөздер. Шлаулар бұл жерде, смотрите, қайсысы келеді? Whether, if only, so long as, whereas. Whereas'ın nesi қандай еді? Переводы? Шлау сөйлемдердікі ма? Переводы барынша. Так. Writer. The Raushan is a writer. Whether her brother is a famous pianist, if only at the Kimit, so long as. As long as келмейді ғой. So long as ба? Келмейді по идее. Иә, ол келмейді дұрыс. Сосын бізде whether немесе whereas болып тұр. Раушан is a writer. Whether болатын шығар. Whether ма? Переводтан ұмыттым ше. Так. Так, кешірім сұрайын, 5 минут күте тұрыңдар, иә? Тамақ жеп келіп аламын. Тамақ жеп отырып тыңдаса, енді хасап. Болатын шығар, иә? Так, я Гузал айта бер. Ойбай, Шахназ. Жоқ, Қарлығаш екен. Так, қараңдар. Раушан is a writer. Whether дейді. Бұл біз қай кезде қолданамыз, қазір айтам. Бұл шатаспасам used for expressing doubt or alternatives. Типа, мысалы, или былай деген кезде бар ғой. Былай или деген кездерде біз whether'ды қолданамыз. Ды екен ғой жағы. Сон көріп қойдыңдар ма не? Көріп қойдыңдар ма дегенде whether мен whereas қана еді ғой. Потом whereas'ын
Несіне? Так. Келесі сұрақ. The suitable answer, where is the board дейді. Board дегеніміз не? Тақта. Тақта. Значит, бізде бұл қай вариант болады? Банктың алдында емес, үстелдің астында емес, вазада Ди. емес, ди болады. Бұл мұғалімнің артында тұрады. Так, appropriate preposition. There is a big tree in front of. Ой, ответін айтып қойдым ба? Бізде фронттан кейін бұл де, яғни off болады. Так, sentence with conjunction. Тағы шылау сөйлемдер. Бізде қайсысы болады? Can you imagine your own business? What job do you really want to be? Қайсысы болады? About деген conjunction ба? About? Abroad па? About. About қай жерде? Үшіншісінде. Есе, do you think about going abroad па? Соны айтып тұрсың ғой. About деген туралы дейді. Сиде ма? Я Do you think about. Шылау, сен мынау туралы келет па еде? Мынау туралы. Туралы шылау сөйлеме кіре ма? Апай сізден сұрақ тұрады ғой, бұл кіре ма деп. Так, жоқ, ол кірмейді. About кірмейді. Я думаю, Б келет. Б келет. Қайсы ше дейсің? Want дейтін кірмейтін бе? Қалау ғой ол не, шылау сөйлемге жатпайды ғой. Так, what job would you like to do when you are getting old? Смотрите, бұл жерде when деген сөз бар ғой. Который деген сөз, when деген. Білесіңдер ғой. Бұл бізде неге жатады? Шатаспасам, не, conjunctionға жатады, шылауға. Мен ойлаймын, бұл болады деп. Бізде when, бұл анық несі бар. When бізде шылау сөйлемге жатады. Келесі present passive дейді. Flowers, бірдеңе, grown in our present passive қандай болады бізде? Will емес. To be, verb 3. To be бұл жерде қай жерде? Дұрыс, to be. Are. Be да, дұрыс. Сосын, correct question дейді. Дұрыс сөйлем, сұраулы сөйлем құрау керек. How, бірдеңе, do you go to the cinema? How often C болады. Дұрыс. Самый легкий болды, ну. Так, the right variant of interrogative sentence. Interrogative деген бізде? Сұраулы сөйлем. Сұраулы сөйлем. Бұл жердегі дұрыс сұраулы сөйлем қайсысы? How long have you been How long did you study French? How long have you been studying French? Дұрыс. Так, present simple for laws of nature. Табиғаттың заңдылықтарын көрсететін present simple. Бұлар білетін шығарсыңдар, иә? Ответ ясно ғой. Water boils it. Так, impersonal passive construction, который несіз затис, без subject болған passive construction. Қайсысы бізде? He is болмайды, уже тұр. She is болмайды. It is болады, he is болмайды. Так. The question for size дейді. Не бар ғой? Көлемді, size'ды өлшеген кезде, біз қандай сұрақпен бастаймыз? How deep емес па? How deep? Deep перевод How deep ол не ғой? Тереңдігі ғой. How deep is the ocean дейміз ғой? How many? How many? How many болады, иә. The correct construction дейді. It was something nice weather. Blank, we spent the whole day in the beach. Так, it was... B болады, апай, B. B болады. It was such a nice weather that we spent the whole day in the beach. Так, 19. A question with a suitable modal verb for offering help. Is it okay if I help you with your project completion? Так... Shall I help you? B, апай. B, дұрыс. Мыналар келмейді. Так, келесі. Irregular plural noun. Irregular plural noun'да білесіңдер ғой, иә? Peer.
Қайсы? Dear ма? Fear ма? B. B? Fear деген ба? Fear ол бізде irregular емес қой. Fear'дікі S болады, fierce болады. Ол қалай irregular болады? Seed'дікі қандай, dear'дікі қандай онда? Fear'кі тоже не болмайды да, fear деп кім айтты? B болмайды, өйткені fear, fierce болады. C шығар онда. Иә, C. Так, ол бізде қалай болып кетеді? Ол бізде zero plural dear дегеніміз. Сол үшін. If only дейді, значит бұл бізде conditionalстар туралы. If only I қандай болады? Had been. Had been деген жоқ қой, has been studied ба? Had білмеймін. Жоқ, has been мен келмейді, жыбы келмейді. Had been studied. If Had. only I had studied harder for my entrance exam. Have. C апай. C. Так, болмайды бұл have studied, өйткені бұл present емес, pastта, яғни егер де мен entrance exam экзамыма дайындалып болғанымда өтіп кететін бе едім деп айтқысы келіп тұр. Значит, бізде бұл past болады, иә, жыбы болады. Өткенде осы сияқты түсті ғой, have или had болып қалды. Make sure, guys. Так. The verb followed by both infinitive and ing form. Так. Infinitive немесе gerund туралы ғой. B апай. B дейсіңдер ма? Біреу қатты деп айтқандай болды. Так, the verb following infinitive пен gerundта to prevent болмайды. Так, to promise, to appreciate, to remember. По идее. B болды апай. Иә, B екен болып тұр, бірақ басқалар не үшін келмейтінін бір андай уверен болып алайын деген ғой. To promise. Неге to promise болмайды, неге to appreciate болмайды? Текст не апай таблица бар еді ғой. Солармен келеді. Бос екеуімен де қолданыла беретінде бар еді ғой. Remember, stop, try. Все. Төртінші тип бар ғой, сол ғой. Так, he takes his dogs for a walk. Бірдеңе times a day. Such болмайды, 1/3 болмайды. Twice times болмайды, twice a day деп айтуға болады. Значит, бізде Twice, 3 times. Так, 24 бізде the correct meaning of impersonal sentence, it's your boss. Так, біз бұны impersonalды көрсеткіміз келіп тұр, не туралы? Бұл уақыт туралы емес, идентификация болуы мүмкін. Whether біз не какойдан айтып тұрған жоқпыз, дистанция, арқашықты айтып тұрған жоқпыз. Значит, бізде Identify. Так, мынаны алайын. 25-ші соңғы сұрақ look out дейді. Look out, қара дейді. The book, бірдеңе, into the sink. Бұл қазіргі шақта болып жатыр. Значит, қайсы? B болады апай, B. Какой B? C. C болады, потому что қазір болып жатыр. Was going ол past continuous. Шатасып кетпеңдер. Look out дейді, көрсетіп тұр, қара дейді. Қара, ол құлап жатыр еді демейсің ғой. Ол құлап жатыр, қара дейді. Так, болды. Ответін көреміз ба? Көп жауапты орындамаймыз ба? Дальше орындай береміз ба? До конца істеп тастайық. Давай. Yeah. Өлім мына қара. Оқимыз ба? Апай сұраққа қарап, жауабын мәтінін іздеп сөйлесек те болады па идея? Так. Просто кім балдар? Мен түсініп тұрмын да, но данный момент мен просто бұны істеген себебі сендерге запись болу үшін, өткенде запись болмай қалды ғой. Сол үшін тағы істедім. Негізі аптасына бір ағылшыннан нұсқа талдау жетеді, сондықтан менде уақыт аз. Сосын тек 25-ін ғана істей қояйық деген ғой. Мен просто ертең сендер зачетқа дайындалуым керек еді. Неге ренжімейсіңдер? Нормально ма? Ренжімейсіңдер ма? Так. Былай. Вот.
Көрейік ал. 25-тен 2-ға тең екен. О, нормально, күшті результат. Бұл дегені 50-ден 48 алды деген. Әкең қатемен жауап көрсетесің. Қатемен жауап көрсетпейді ғой бұл жерде. Жоқ, астына түсіп жаңа. Міне. Так, жауабын көрмеп едіңдер. Мына жерде үшіншісінде уже шатасыппыз. 3-те не еді бізде? Так, 3-те қате кеткен. Содан 17-те бір қате кеткен болды сонымен. Так, не помню қайсынан қате кеткенін уже. Жарайды. Көрдіңдер ғой, иә? Жиырма 25-тен 23-ға. Жарайды, ничего. Ладно, келесінде я вам еще ответін көріп кірем. Мақұл ма? Әке үшін сұраған make the bed деген ше. Қайсы 3-те make the bed деді? Сіз the bed деп белгіледі, сол make деген. Значит, make the phone call болу керек, я онда. Нет, make the bed дұрыс қой, типа, төсегіңді дұрыста деген. I'm 100% sure that it was make the bed. Жарайды, осымен аяқтайық, иә ма, балдар? Егер тағы нұсқа талдау қаласаңдар, любой уақыт айта беріңдер маған нұсқа талдау жасайық деп, мен дайындалып кірейін бір. Просто мұнда мен енді жұмысқа келген соң бит бәрін үлгермей жатырмын да. Жақсы апай. Жақсы ма, онда жарайды. Сау Олар болыңдар балдар. Келгендерің үшін үлкен рахмет. Бай-бай. Сау болыңыз. Апай. Сау болыңдар.